Біз бастаймыз. Жалпы жасанды интеллекттің тарихына тоқтала кетейік. Жасанды интеллект тарихы бұл ғылымның, инженерияның және философияның тоғысында қызықты әрі ұзақ процесс. Оның даму жолы бірнеше маңызды кезеңдерден өтті. Олардың хронологиялық түрде қарастырып өтейік. Жалпы алғашқы идеялар және философиялық негіздер. Жасанды интеллект тарихы адамзаттың ақыл ойды түсінуге деген талпысынан басталды. Ежелгі философтар, әсіресе Аристотель, ақыл, логика және ойлаудың табиғаты туралы сұрақтарға жауап іздеді. 17-18 ғасырлар Рене Декарт пен Лейбниц сияқты философтар математикалық логика мен ақыл ойды модельдеу мүмкіндігін зерттеді. Лейбниц мысалы әмбебап логикалық тіл жасау идеясын ұсынды. Екіншісі есептеу және алғашқы компьютерлер, яғни 20 ғасырдың басы. Жасанды интеллекттің негізгі математика мен логиканың дамуының арқасында пайда болды. 1936 жылы Алан Тьюринг өзінің әйгілі Тьюринг машинасын сипаттады. Бұл есептеу құрылғылары мен алгоритмдердің теориялық негізі болды. 1940 пен 50 жылдар арасында компьютерлердің алғашқы нұсқалары жасалып, ғалымдар машиналарды логикалық процессорды жүзеге асыру идеясына бет бұрды. Үшіншісі, жасанды интеллекттің ресми тууы, яғни 1950 мен 60 жылдар жатады. Яғни жасанды интеллект ғылым зерттеу саласы ретінде қалыптаса бастады. 1950 жылы Алан Тьюринг есептеу техникасы және ақыл мақаласында Тьюринг тесін ұсынды. Бұл машинаның ақылды екенін анықтау әдісін ойлап тапты. 1956 жылы Дартмут конференциясында жасанды интеллект ресми түрде ғылыми зерттеу саласы ретінде бекіткен маңызды оқиға болды. Бұл жерде жасанды интеллект термині алғаш рет қолданылды. Төртіншісі 1960 пен 70 жылдар, яғни бұл кезеңде зерттеушілер белгі бір шектеулі мүмкіндіктерді шешетін бағдарламаларды жасай бастады. Яғни біріншісі, яғни символдық жасанды интеллект. Машиналар логикалық тұжырымдар мен шахмат сияқты ойындарды ойнауда жетістікке жете бастады. Шектеулерде, яғни компьютердің қуаты шектеулі болғандықтан күрделі есептерді шешу қиын болды. Келесі 5-ші жасанды интеллект қысы деп айтаймыз, ол 1970 пен 80 жылдар аралығы. Бұл кезеңде жасанды интеллект зерттеулеріне қызығушылық азайды. Нақты жетістіктердің болмауы және қаржыландырудың төмендеуі зерттеулерді тежеді. Жасанды интеллекттің бастапқы гиперболалық моделі ақталмағандықтан сенімсіздіктер пайда бола бастады. Алтыншысы, жасанды интеллекттің қайта жандануы, яғни 1980 мен 90 жылдар аралығында жатады. Яғни бұл жерде эксперттік жүйелер мен практикалық қосымшалардың арқасында жасанды интеллектке деген қызығушылық қайта өсті. Эксперттік жүйелер, яғни адамдардың білімін модельдейтін және шешім қабылдауға көмектесетін жүйелер пайда бола бастады. Нейрондық желілер 1986 жылы кері тарату алгоритмінің ашылуы нейрондық желілердің дамуының жандандырды. Жетінші, деректер дәуірі мен машиналық оқыту 2000 жылдар, яғни интернеттің дамуы мен үлкен деректердің пайда болуы жасанды интеллекттің жаңа деңгейге шығуына мүмкіндік берді. Машиналық оқыту деректер негізінде үлгілерді анықтау үшін статистикалық әдістерді қолданылуы. Салаларға қолдану, яғни жасанды интеллекті іздеу жүйелері, электрондық коммерция, дауыс көмекшілер және суреттерді тану сияқты салаларда кең тарады. Терең оқыту және қазіргі жасанды интеллекттің дәуірі, яғни 2010 мен 2000 осы қазіргі заман жатады. Жасанды интеллекттің қарқынды дамуы нейрондық желілердің арқасында жүзеге асты. Терең оқыту. Көп қабатты нейрондық желілерді қолдану арқылы бейнелерді тану, табиғи тілді өңдеу және өздігінен басқарылатын көліктер саласында революция жасалды. GPT және трансформерлер. 2018 жылы OpenAI мен басқа ұйымдардың трансформер архитектураларын дамытуы жасанды интеллектті адам тілін түсінуде және генерациялауда жоғары деңгейде шықты. Жасанды интеллекттің даму болашағы, яғни күрделіліктің артуы, алдағы уақытта адамдарға ғана тән болатын міндетті шешуге қабілетті неғұрлым күрделі жасанды интеллект жүйелері құрылуы күтілуде. Қолдану салаларының кеңеюі, яғни жасанды интеллект тағы да көптеген салаларда қолданылып, тиімділік пен өнімділікті арттыруға ықпал етеді. Жаңа этикалық сұрақтар. Жасанды интеллекттің дамуы қоғам алдында жаңа этикалық мәселелерді қойып, оларды шешуді талап етеді.